Давай мы с тобой по-русски будем говорить. Можешь? Во-первых, я скажу, я не Акин. При чем тут таким? Воу! Сенің мынау ол қыз деген әнің бар ғой. Ақмамат таныса алмадық қой, жандос қой менің есімім. Кабдол шо, это мужской род. Вы женский род говорите. Кабдол Наяшева. Тіләкті ол тыңдамайды. Қазақстан даусынан көремейсің. Ну, пранк ба? Let's go! Мағзұм ұлы әкесі тайырдың, молодец, красавчик, бименен айырдың. Шіркін мынау қуаныш қойның, құттықтауға келіп тұрған түрің. Ақ көйлек деген, көк көйлек деген құрбыларың да бар. Бағдәулет деген, нұрдәулет деген класстастарың да бар. Ақ пакетпенен, көк пакетпенен сарқындарың да бар. Алағайын бітті сау болыңдар. Біз жып-жылы әңгімемізді бастаймыз. Кеттік. Ал Меховая 8/1 тобының жігіттері тағы да қош келдіңдер. Рахмет. Негізі бар ғой, мына КВН-нан шыққан, жайдарманнан шыққан барлығы көбі дерлік танымал болып жатады. Бірақ үшеуінің басын қалай қосылды? Мынадай топ құру, ән айтамыз деген Оңай болмады. кімнің идеясы? Оңай болмады. Оңай болмайды. Әлі де оңай болмай жатыр. Идея кімдікі? Идея үшеуміздікі ғой негізі осы. Бұрыннан. Идея жатты ана жерде, сосын үшеуміз деп андай. Жоқ, оған дейін сендер жеке-жеке айтып жүрдіңдер ғой. Жоқ, ондай болған жоқ. Оған дейін біз әнші де болған Енді жоқ. қалай Жоқ, біздер бастарың КВНшілерім, құралды? бізде әнші негізінде Қанай. Қанай. Иә. Қанайдың әнші екенін енді мен басқа жақ бір қырынан таныдым. Маска шоуға келген кезде Қанайды таба алмай, ой, бәріміз әлек болдық. Сөйтсек бұл ағам деген жатыр екен. Бар, ондай сыбыс бар. Таланты әлі бар шықпаған. Иә, сөйтіп Бастарың қалай қосылды енді? үшеуміз де КВНшікпіз. Қанай содан кейін КВНді қойып әнде жүрді біраз жылдар бойы Дастан ағамыздың қасында, Оразбеков. Содан кейін бұл Атырауда жүрді, Қабдол Оралда, мен Қызылордада сөйтіп жүрген кезде үшеуміздің арманымыз біз жобаларда, облыс әкім кубоктарында кездесіп қалған кезде өмірі армандап жүрдіміз, давай бірге бір қалаға көшейік, осындай деп жоспар. Сонымен 2019-да осы Алматыға көшіп келдік. Бірінші Қабдол екеуміз көшіп келдік. 3 айдан кейін артымыздан еріп келді. Меховая сонда тұрған квартираларың, естуім бойынша. Но біздің еріп келген баламыз. Асыранды баламыз деп қой. Меховая 8-де дроп 1 деген ол негізі Меховая 8 дейтін Диди Рекордс командасының, жаңа Райым, Артур бірге ән айтып жүрген кезде солардың студияларының адресі Оралдағы. Біздер енді КВНшік жайдарманшы болғаннан кейін біздер жақсы араласып не істегеннен кейін біздер де ертең әнші болып кетеміз деп прикол ұстадық та оларға. Аттарың қандай болады деді. Сол кезде Меховая 8 дроп 1 деп прикол ұстап сол жерде күлгенбіз. Сосын енді үшеуміз Білмеймін, сол жерде бәрі күліп атты. бәрі күліп атты әйтеуір. Сосын уақыт өте келе үшеумізден сондай бір әндер шығып кетті де қалай қоямыз атын деген кезде осылай қоямыз. В общем, ойнап бастап шындап кеттік қой. Иә, ойнап бастап шындап кеттік. Сен осындай ойнап бастап шындап кеттік. Ойыннан өрт шығардым дейсіңдер ғой. Иә. Жақында сендер концерт берейін деп жатсыңдар, иә? Қай жерде болады? Республика сарайында биыл негізінде қысқа жаңа жылдың алдында береміз деп ойлағанбыз. Онымен біздің жоспарымыз сәл өзгеріп, көктемге қалдырып жатырмыз. Негізі ойда бар ғой. Студенттер кетіп қалады екен ғой ол кезде. менің босанатын уақытым деп. Соған келтір десек. Енді сен аман есен босанғаннан кейін бұйырса концерт болады. Иә, босанғаннан кейін ішін тартамыз бұның. Кесірі ғой, тігу керек қайтады. Ішін тартып шықты дейік. Иә. Біз ол концертте не көреміз? Қандай жаңа әндер болады? Ойбай, бұл концертте бәрін көресіздер. Ішінде музыка да бар, әзіл де бар, шоу да бар, КВН де бар. Қанайдың іші бар. Өзіміз негізінде біздер енді жайдарманның түлектері болғаннан кейін ол жерде сәл андай юмористический ән кеші болайын деп тұр. 50% ән. Жан-жақты қамтисыңдар бәрін, иә? Қолдан не келеді? Ана болады ғой, бұрындар андай мысалы Шаншарда бір қойылымнан кейін бір әншілер шығады ғой. Иә. Бізде өзіміздің қойылымнан кейін өзіміз әнді айтамыз. Мен Уәлибек Абдалимов болып сосын монолог оқимын. Сырттан қатысушылар бола ма? Болады. Иә, шетелдік бір жұлдыз бар, бірақ айтпаймыз, жасырын. Нүкістен шақырыңыз. Бәсе ойлап қосылып айтатын шығарсыңдар. Айтпақшы, Қабдол,
Я видела твое шоу на Ютубе. Как называется? Подольное шоу. Да. в Спасибо, чём что вы суть? видели. Я очень рада, что вот Рада? такие... вот Давай такие- мы с тобой по-русски будем Давайте, говорить. Можешь? давайте. Расскажи о себе. Сейчас не как раньше. Я сейчас не очень сильно... У меня получается, и я Сильно умею что получается? разговаривать. Как? Разговаривать. Разговаривай. Разговаривать. Турт мягкий знак жоқ қой Қабдольное шоу разговаривать. не болып жатыр. Кабдольный шоу — это мужской род. Мгм. Вы женский род говорите. Кабдольное шоу. А это кабдольный шоу. Мужской род. Кабдольный шоу уже сняли, второй сезон сняли, 7 выпуска. Скоро выйдет. Вот, Жоқ, ждете. суть вообще шоу. Суть, Как пройдет вообще, қалай? свой язык, другой язык не знать, это не Проблема. проблема, а свой язык не знать, это проблема. Проблема. Да. Бір бала такое. жақса, екінші бала өкінішке орай Бір деп бала тұр ғой. жақсы, екінші бала өкінішке орай, иә. Кстати, если вы не знаете, Кабдол у нас самый известный биташарист. Он открывал Номер один. лицо 90% невест в Казахстане. Да? Но остальные 10% они просто не казашки. Да, классно. Остальные Очень все так бабушки. приятно. И шынымен солай ғой енді. Так приятно. Да. Енді Кабдол, ты можешь придумать биташар? Нет, я не могу придумать. Он Сейчас придумать, новый может придумать. придумать. Прямо Биташар сейчас ты можешь придумать биташар нашему шоу, но на русском языке. Ох. Попробуй Можешь, всё-таки. можешь, давай, Может, получится. давай, просим, Мой два просим. друга. Ты же сам сказал, Да, мы... не знать другой язык. Это неплохо? Неплохо неплохо. деген проблема. жоқсың. Это проблема. Это Не проблема, Ага. а не знать свой язык это проблема. Да. Но не Так что мы тебя прекрасно понимаем. Все-таки попробуй давай, может получится. Ой, вы здесь домбра стоит? Да. Откуда? Да, приготовь. Сразу вы сказали, Красиво. домбра стоит. Да, давайте попробуем. Мои два друга. Жоқ, жалғыз Вот өзің, именно жалғыз биташар. өзің. Именно биташар. на Өзің русском. ашқан кезде, ақшаңды алған кезде, у меня есть два друга деп бізге бермейсің ғой? Аш, Ты же давай. берешь, он же со мной видит. А, я беру, давай. Да, Ладно. он со мной видит на биташар. Вау, классно, домбра. Когда я говорю, всё, Придумать или переименовать? импровизация. Переименовай по-русски давай. можете говорить? Ну, Любой. как тебе удобно? Как тебе удобно, да. Я, во-первых, я скажу, я не Акин. Ну, при чем тут таким? Не, Акин. Акин, да, Акин, Акин, уже да. Акин деген сөз айта алмай жатсың ба? Ой, Да. Акин десең. Не поет, Не поет. но пою. Акулек, кукулек пою, а в жизни не поет вообще. Түсінген жақсы, да. Осылай сөйлеймін очень. Примерно. Примерно, попробуем. Давай, Андрей. Когда я говорю «воу», вы тоже мне говорите «let's go». Ладно, договорились. Let's go. Let's go! Вот мы сидим в проекте «Шамшалайме». Импровизуем здесь и прямо. Я әңгіме ғой. Давай. Я признаюсь, у меня аниме. Вот Жанар Апан нас пригласил, очень приятно. Благодарим тебя, Жанар, вообще очень много. Вам желаем Не счастья. получается, вот это неприятно. Да сейчас. Вам желаем счастья, благополучия. И всегда ваш был очень многие проекты. Да. Ошбек келін алып жатыр, невестка мына жақта тұр. Саған, иә. Что Аппах Келин мы видели очень классно. И хотим видеть весь мире. В ТВ. Весь мир,
бүкіл әлем көрсін дегенім ғой. Иә, түсініп отыр. Апан түсініп отыр. Давай жаңа баста. Не бастаймын? Любой сөз біріне бастары қарай. Воу! Воу! Меховая 8 дробь 1. Очень смешные. Разговариваем, поем очень классный ныне. И поем, и смешим, и сидим. Что делаем? брат мен мына жақта жанар апамен сөйлесіп отырмыз ана жаққа барыңдаршы. В общем, басқа примерно. Мен негізі ақын емеспін, мына көтеріп айта берейін де, ақын емеспін. Ерте дұрыс түсінбей қалып домбыраны өйтіп деп айтатын. Айтады, айтсын. Соларға түсіндіріп айтайын дегенім ғой. Біз просто осындай юмор. Қазақша беташардан бар ма? Қазақша беташар бар ғой, Қысқартылған бір әдемі түрі. Қазір беташарды бүйтіп сұрайтын болыпты ғой. Қазақша стильде ма, современный стильде ма, с юмором ба деп сұрайтын болыпты. Сондай болып ұстайтын болған ба? Сен қайсысын ұстанасың? Оригиналды. Болды. Мен современный стильде ұстанамын. Мен жалпы. Бір куплет айтшы. Болды. Біздің жанар апайымызға әдемі бір арнау. Жанар апа оригиналсың, таза табиғи нәрсің, жақсы. Қанжет Продюсер. алмай бәрі қиналсын. Жанар апа оригиналсың, таза табиғи нәрсің, Маған продюсер алмай. ешкімнің күмәні болмасын, себебі Жа, let's go дедіңдер ма? Let's go. Керемет. Рахмет. Мынау ақ көйлек киген, көк көйлек киген деген әнді қайдан алдыңдар? Ол қазақша сөйлей берейін бе мен? қазақша сөйлей береді. Сұрап аламын. Адамның есіне келе бермейтін Бұл ән. не де енді Оның карантиннен- сөзін кім Иә. жазды, қайдан шықты, әлде осылай қуалап отырып соны шығара салдыңдар ма? Хит болады деп ойладыңдар ма? Жоқ, ол мүлдем Жоқ, ойлаған мүлде. Сол айтып беріңізші соны, қалай шықты? Негізі бұл ән подвалда шыққан ән. Ең бірінші студиямыз. Подвалда не істеп жүрсіңдер? Подвалда ең бірінші студиямыз сол жақта болды. Кішкентай жерде. Иә, гитарамен шыққан ән. La foi, morvi, le forge, je le fond деп импровизациям шыққан ән. Ал өзіміздің қазір музыкальный продюсеріміз Ғизат Қалесов дейтін аранжировкасын жасап, сөзін өзі жазып, үшеумізді үш бөлек күнде шақырып, сөйтіп жазған шыққан ән. Мен студияға шақырды. Осындай ақ көйлек киген, көк көйлек киген дейтінді айтты деді, болды. Тек 5 минутқа келдім де, тойда жүрген кезіміз ғой, жан жақта. Білмейсің екен. Білмеймін, басындағы мағзұм, ұлы, оны да білмеймін. Аму Ракстанды да білмеймін. Танымаймын бұл балдарды. Сөйтіп шақырды, келді, 5 минут айтып тастадым, кетіп қалдым, болды. Араға бір айды жарым ба, 2 айдан өткеннен кейін барып осындай ән шықты деп жіберді. Ол еще 3-4 ай тағы да тұрды. Тұрды, ол өнделеміз деп, содан кейін барып шықты. Ең бірінші қайда айттыңдар? Шыны керек, ананы мен ұмытып кеттік қой. Негізі оның демо версиясы тарап кеткен. Тойларды тарап кетті де, срочно сосын жөндеп шығарып жібердік. По идее, негізі демо версиясы тарап кетті, ойлайсыздар ғой да. Ең бірінші қайда айттық? Сендерді бұрын елге тарап кетті, елдер іздей бастады ма? Иә, сөйтіп. Кім айтады бұны деп? Иә, сөйтіп. Тойларда қосылып бастады, содан кейін Тиктокта таратасың көбінесе. TikTokқа қатты кетіп қалды. Ана біздің тиктокерлер бар ғой. Кім еді ана тиктокерлер? Известный. Хайфай ма кім еді? Бұрақты тиктокерлер осы алтта соны тез қылып жіберді, соны тиктокта Wi-Fi несі? Wi-Fi шығар, Wi-Fi дейтін әдемілеп шығарып жібердік. Енді тойға барғанда осы әнді сұрай ма бірінші? Иә, осыны сұрайды обязательно. Осы әнді айтамыз, осы әнді. Тойға көп барасыңдар, иә? Көп, өте көп. Өте көп. Өте, ол кісі де өте Аллаға көп. шүкір, тойға Тойға өте көп барамыз. осыдан кейін 875 236 Осыдан 00. кетейін деп отырсыңдар ма? Оған мен сенімдімін. Тойға көп барасыңдар, сосын тойда мысалы жан жақтан неше түрлі адамдар жиналады. Неше түрлі приключение болып жатады. Тойда қызық әңгімелеріңді айтып беріңдерші. Ой, сен ұрып жіберетінді айтшы балдар. Кетті лақтын айтып отырған кезде. Менде мынандай соңғы қызық болды. Өзіміздің қасымызда бір жолдас бала. Иә. Бір жолдас баламыздың досы ол шын айтқанда. Өзінің тойына қайта-қайта шақырып жүрді да, жүргізбейші деп қарашы деймін да. Біз сол күні кешкісін болады, әбеттіге бір тойға барам да, соны кешкі сағат 6-та бітірем да, сол тойға асық барамыз. И маған ешкім айтқан жоқ, осы мама бар деді, болды.
басқа ештеңе түсіндірген жоқ, абыр-дабыр тез басталып кетті той. Әулеттің үлкендері шықты да, бәрі шығып басында андай, ана енді кім болғанда осындайды деді бастады. Мен ойладым, значит папасы өмірден өтіп кеткен екен дедім. Нағашылар шықты да, оларды айтып атады да, біреуді еске алады, сол болғанда ғой дейді, бәрі жылап қала береді. Сосын ортасында бір хадис бар тұғын. Хадиспен баланы ортаға алып шығам, әкемен ана жайлы хадисімді айтам, анаңды ортаға алып кел деймін да. Сосын тұрдым да, енді осы бағанадан бері үлкендер тілек айтып жатыр, әкең болғанда осы өмірде осындай енді жаны жәннатта болсын десем, мамасы деп күліп жіберді қасында. Түсінбей қалып мамасына қарасам, ол кісі тірі ғой деген кезде, ол үшін тұла бойым ақып кетті ғой ана жерде. Жоқ, күлімім қалып қойды дейді. Сондай қызық болған. Неге жылап жатыр олар сонда? Жоқ, сөйтсем вообще атасын ба бірдеңесін еске алып отыр. Ана бала айтпаған ғой, сөйтсем. Папасы бар екен, папасы бар екен ғой, білмей қалған ғой. Мен вообще білмегенмін. Сен шатастырып алдың. Мен шатастырып. Маған да айтпаған ғой, просто мамасының атын жазып берген. Кешір қала. Қана сенде қандай қызық болды? Менде Жаңаөзенде болған. Не білдірдің? Киттілақтың айтып отқан кезде примерно киттілақтың айтып отшы. Кеттілақты болды, мен күнде айтам ғой, примерін демей ақ Өлең қойшы. айтып отырмын ғой. Кеттілақты болды, тыңдамайды. Қазақстан даусынан көремей сен. Саның бағасы екенсің ғой. Бүйтіп қарайсың. Полный до конца қаланың әңгімесін айтып шықты бүйтіп. Лали. Сондай қызық болған. Ләлиді Мен айтқан ответ берейін десем өлең айтып жатырмын бүйтіп. Сондай қызық болды. Қазақстан даусыма қатысқанын да айтты. Киттілақтың неге сөзін өзгертпедің? Соның бәрін айтты. Бүкіл әңгімесін айтты. Жақау дейтін бауырымыз бар. Өлең айтпағаннан кейін жақсы бауырым деп кетіп қалды ма? Сондай қызық болған. Ондай менде де болады. Тым жақсы өлең айтып, беріліп, қолыңды сермеп осы салмақты әндер айтып жатсаң қасыңа кетті. Ана біздің үйінде ана келін бар, соған айттым. Қамажайды шақырып жанын шығарам деп айттым. Сен соған бір ауыз айтып қойшы деп әңгімесін айтып кетеді ғой, күнде көріп жүрген сияқты. Осындай адамдар болады. Менде мынандай қызық болды. Мен енді андай қызық деп айтпаймын енді, бірақ енді уақыт өткеннен кейін. Сенде беташарда қызық болатын шығар. Беташарда өмірімде ең тез айтқан беташарым болды. Ремикс беташар деп айтуға болады. Атырау жақта бет ашып жатырған кезде екі жағына екі келін ұстап тұр, бірақ келін жаңағындай аяқ ауыр ма или білмеймін, бір андай бір жаңағы матаның ішінде, орамалдың ішінде, в общем, ысы болып кетіп талып қала жаздады. Мен көріп тұрмын, қарама қарсы тұр ғой, мен бет ашып жатырған кезде, басынан бастап жатырмын, уже 5-ші минуттан бастап уже дірілдей бастады, екі жеңгесі жайлап жанынан ұстап бастады. Түсінбей қалдым, бір кезде енді енесі той иесі келіп, орамалды ашып жіберді, бүйтіп кетіп жатыр. Сол кезде уже түсіндім да, уже беташар уже болмайды, бұл жерде сразу тек ремикспен тарс бір 15 минуттан ашып тастаған шығармын сонда. Атаңызға бір сәлем, Қаншаға жалғасады? Негізі беташарлар әр жақта әртүрлі. Мысалға Шымкент жақтарда болатын болса, Алматы жақтарда 1 сағат, 2 сағат, Шымкент жақтарда 2 сағат болады. 2 сағатта не айтасың? 2 сағат адамның атын полный фамилиясымен, отчествосымен айтып жүру керек. Кейбір жерлерде бар, мысалы сол жақта, оңтүстік жақтарда адамның атын айтылмай қалса, ренжіп кетіп қалады кәдімгідей. Кейбір жерлерде оу дейді болды. Сонымен біте ма? Бізді батыс жақтарда, Оралда, Атырауда адам аты атылмайды. Нағашы, жиен бөлелер дейді. Вообще бір шығып салып жібереді ғой. 25-30 минутта бітіп қалады. Сен енді бүкіл Қазақстан қыздарының бетін аштың ғой келіндердің. Бүкіл солардың енді общий чаттары бар ма? Бір-бірімен араласып тұра ма? бар шығар. Әлде өзің араласып тұрасың ба? Негізі клиенттермен енді көп араласпаймын, бірақ көріп қалған кезде айтады, есіңде ма 2 жыл бұрын бет аштың ғой, міне 2 баламыз бар деп көріп қалады. Иә дейсің, енді по-любому айтасың ғой, енді бірақ ұмытып қалыпсың кейде. Себебі енді бір жұмада 3 той болып қалады. Нұрбол, саған сұрақ. Танысып қойып. Сен де орысша жауап бересің ба? Атың құтты болсын. Орысша жауап бересің ба сен де? Иә, Гүлнар апай. Негізі Нұрбол, сен өзінің жеке стиліңді қалыптастырған әншісің. Жасыратын жоқ, сен ең бірінші шыққан кезде мен ойладым, бір шетелден келген әнші ме деп. Да? Шынымен солай ойлап қалдым. Сенің енді анау Нұрекен мен білемін, бұрынғы дауыстары шынымен де жақсы. Енді тойда бірге жүргеннен кейін енді бұны Нұрекен енді ана не күлесің, ана каждый тост сайын фотоға түсіреді ғой. Фотоға түсірген кезде ол фотоға түсейік деп айтады да, музыка жібереді, өзі живой ән айтады. Көбісі негізі мені өмірде Жандоспен шатастырады. Жандосқа көп ұқсатады. КВНщик бар, Жайдарманшы, Жандос Самалбеков дейтін, Қызылорданың Қармақшын тумасы. Соған ұқсатады. Ақмамат таныса алмадық қой, Жандос қой, мен есімім.
Мен оны айтып отырғаным, сенің мынау ол қыз деген әнің бар ғой. Сол әнді бекер айтқан жоқпын, микрофон қозғалып кетті. Бекер айтып отырған жоқпын. Шынымен бір шетелден келген ән шығар деп ойладым. Сен соны басқа тілде айта аласың ба? Француз тілінде, әйтеуір қайта таниды екен. Мен шүкір әйтеуір бетат шығарым да орысша қабдолышуын біледі екен. мүмкін арабша айтарсың. Көрсін айтып. Айтады. Ой алла, қызық болып отыр ғой оны. Давай. Мен қазір анау нем связкаларым дұрыс болмай тұр да. Жандос сен айтпайшы қазір. Арабша қылып айтпайшы. Ой алла. Айтшы Жандос. Айтып көрсейші енді. Арабша. Қай тіл ыңғайлы өзіңе, тек қазақша емес. Қай әнді? Ол қыз? Ол қызды ма? Өзімнің нені Орысша айтатын болсаң Қабдолмен ақылдас. Жоқ, дұңғанша жақсайды дейсің ғой. Дұңғанша білесің. Так, ол қыздың басы қалай еді? Кетті қайырмасын айтшайшы. Жоқ зымақсы мен лиқана філім, меқы секкінің лифінақ міні золян, жоқ зи. Не ялып айтып отырсың? Пранк ба? Жоқ, сен қолынан келетін болғасын сұрап отырмын. Қолдан келеді негізі біраз нәрсе, бірақ бұл мына кісінің әні ғой, ұяламды мен. Айтшы Жандос, не андай ялып айтып отырсың? Өртеніп кеткен шекілі. Қателесіп отырсыз. Неге? Болды, айтсайшы. Жол деген мен болам. Нұрболат қанай. Ой, блин, тоқта, қайттан. Нормально, осы күшті кетіп отыр, нормально. Осы қалай берсін? Тоқта, қазір. Нормально. Мен талғат боласылай, түсіне ғой, любой атма. Тоқта. Күліп атқан. Сонымен француз тілінен басқа айта алмайсың ба? Қазір бізге енді француз тілін үйретіп жатыр қазір в основном. Сондықтан басқа тілін әлі Тоқтаңдар, жігіттер, тоқтаңдар. Мен Нұрбол деп, Нұрболат екеуін шатастырып жатырмын. Жарайды. Негізі айта алады екенсің. Ал осы жерде шешіп алайық. Қабдол басталып қашты. Кімнің ставкасы үлкен солмен? Жоқ, қазір біздің Нұрболат Қанайдың ставкасы. Әнші, иә, қазіргі таңда хит. Әлі де көтереміз ба деп отыр Қанайдікін. Жоқ, шынымен де үшеуміздің арамызда ставкасы көп, Нұрболаттікі, Қанайдікі. Себебі енді оның кәдімгідей неге келді ғой андай. Қалай бір живой айта алады. Біздер енді шыны керек, біздер аз аламыз, но ән айтуға шақырған кезде мен өтірік айтпаймыз, плюспен айта береміз ғой. Қанай живой. Қазір енді Нұрболат десе ешкім танымайды. Қанай деген неге? Қанай дейтін менің фамилия тегім ғой да. Атасының аты. Тек қана сол менен атадыңдар, иә? Қанаев Нұрболат қой. Бірақ ешкім сені Нұрболат деп айтпайды, бәрі Қанай деп айтады. Иә, Қанай деп айтады. Нұрболат, Ақылбек мысалы жеменей болып кетті. Руын айтып. Бейбіт Қорған деген сияқты сондай. Ол Қанай деген кімнің есіне келді бірінші? Неге Қанай? Мысалы Нұрболат десең өтпей қала ма? Жоқ, маған енді Нұрболат деген бар ғой, Нұрболат Абдуллин бар, неше түрлі Нұрболаттар бар, сол себепті фамилиямды алай салайын деп. Қанай дейтін необычный естіледі. Қанай деген деген сол. Бірақ сен оған дейін вообще Нұрболат болдың ғой да? Жоқ, мен оның алдында Найлат дейтін болдым мен. Найлат болып шықтың ба сен? Сол ТТ дейтін топтап Оразбек ағамыздың проекті болған кезде маған лақап ат тапты, сөйтіп мана фамилиям мен атымның 2-3 әріптерін қосып Найлат дейтін ат шығарып алдым. Болды, бүгіннен бастап Найлат болып тұрсың. Жаңа камераның сыртында осы үшеуіңді мен басын біріктіре алмадым. Үшеуің үш жаққа қудыңдар. Қазір не серьезный болып бір бүйтіп отырып бір отчет беруге келгендей болып отырсыңдар. Соны айтам. Смело отырмын. Оу, Нұреке. Сендер жаңа реакциясын көрген жоқсыңдар ғой. Нұрболат деп былай қарағанда ағамның көзі Өртеніп кетті ба? Өртеніп кетті, білмеймін, қызғаныш оты ма? Мен айдалда мен жанып кеткен. Мына отыр ол қызбен шатасың. Француз айтып саған шеше. Дегенмен Қанайдың әнін айтуға кетар емес екен. Айтып тұр ғой, бірақ молодец. Бізге айтып жүрміз әйтеуір. Қанайдың ставкасы көп дейміз, екеуміз өлең айтып отырық қой. Мен домбырамен, ол французша вообще үндемей отыр.
жасыратын жоқ, сендер тойда көп жүресіңдер. иә Бірақ шындарыңды айтыңдаршы, тойда сендерге қандай ән ұнайды? тойда маған ұнайды. Тойда жүрген кезде қай Дәл қай- қазір кімнің қандай әні Жандос ұнайды? Қаржабаевтың кавер-шоуда айтқан жоғаласың көп неге, келіп кетпей әпкеме, сағынышым қайдасың, қасыма кел еркеле. Нұрболат саған деп қоймай қойсам. Французский әндер ұнайды десе. жоқ маған ұнайтын осы ол қыз ақ көйлек көк көйлек өзім бауырларым әні болған осы кісілердің Қандай әндерін көп әнге тыңдаймын. билейсіңдер? Билеген жақсы көресіңдер. Тойда көп билемеймін мен. Енді біздер тамада болғаннан кейін билей алмаймыз ғой енді. Біз билейтін кезінде шамал бар демал боламыз. Билеп жатқан кезде тамақ шығарамыз біз. Жоқ, сосын маған көбінесе менде тойда ұнайтын айым бекен ай, күнім бекен ай, өзі сұлу өзі жас кімнің жары екен ай. Алмасхан Насыров айтатын бес пе? Иә. Онда автор Нұрболат десейші. Қазір бәрі кино түсіріп жатыр. Сендердің үшеуіңде де актерлық шеберлік бар. Кино түсіру жалпы ойларында жоқ па? Ойларымызда бар, бірақ енді жайлап қалтамызда ақша жоқ. Ойымызда бар кино. Біздердің өзіміздің кішігірім бір жоспарымыз бар еді, осы топпен өзіміз бірге бауырымыз, семьямызбен бірге араласып жүрік. Сондықтан да осы инвестор арқылы емес, сол киноға жаңағы жарататын ақшаны өзіміздің күшімізбен табайық деп Алла қаласа 2024-те барынша осы Қазақстанның бүткіл қалаларын концертпен аралап, сол түскен қаражатпен Аппақ келіннің режиссері, авторы, сценаристі Сержан Мырзаны босатсаңыздар. Сценарий дайын емес әлі. Идея бар ғой бірақ. Абдусаид ағамыз бар. Қай жанрда болады? Комедиялық, драма? Барлығы болуы да мүмкін. Қазір бір кішігірім идеясы бар, бірақ енді сәл қаражат түссін қолымызға ертең. Өзіміздің ойымызша андай өзіміздің замандағы өзіміз бұл ойнағанды үлкен кісі болып емес, кішкентай бала болып емес, өзіміздің возы келетін. Енді ана тойларда жүрген тұрған жерлеріндегі болған жағдайларды кірістіресіңдер ма? Жоқ, бір тойдың өмірден алына ма, әлде мүлден басқаша ма? Өмірден алынатын, өмірде болып жатқан бір проблеманы қозғағанбыз. Оқиғаға байланысты. Сондықтан да біздің Абдусаид ағамызға және де осы Сержан Мырза бар, тағы бізде. Сержанға не қадалып қалдыңдар? Біз сержансыз ештеңе дей алмаймыз. Біз сержаннан қорқамыз. Өйткені біздің Михавая 8-1-дің бұрынғы түсірілген осы Сәлем Сошымен бірге түсірілген веб-сериалында сол автор идеясы да сол Абдусаид Мырза мен Сержан Мырза. Сондықтан да сол кісілермен жұмыс істеген екеуіне жүгінесіңдер. Сәттілік онда 2024-те бұйырса сендерден керемет бір халықтың көңілінен шығатын киноларыңды тұсаукесеріне барып қуанышқа бөлінейік бәріміз. Сендерге творчестволық табыс тілейміз. Тағы да уақыттарыңды бөліп біздің жып-жылы әңгімемізге келгендеріңе үлкен рахмет. Не айтамыз, аман сау болыңдар. Сіздің де киноңыз миллиард жасасын, миллиардтан ассын. Болсын предпоказда барамыз. Бұйыртса, осылай аппақ келін 2, аппақ келін 3, аппақ келін жив деп андай. Двойной аппақ келін деп болып, двойной форсаж деген сияқты. Сөйтіп кете берсін бұйыртса. 7-ге дейін, 8-ге дейін бар. Рахмет. Амин. Осы орайда айта кетейін, құрметті көрермендер, бұйырса желтоқсанның 14-нен бастап Қазақстанның бүкіл кинотеатрларында Аппақ келін киносын көре аласыңдар. Сол Аппақ келінде сендер саундтрек айттыңдар. Украду тебя деген. Сол әнді қазір айтып бере аласыңдар ма? Менің көрермендеріме. Әрине. Айтып берейік. Ал кеттік онда. Ставкаңыз төлемей қойсақ болады ғой да, сұрап аламыз. Девушка красивая, черные глаза, шаштары қара, қастары қара, кел маған ғана. Капризная, наивная, я схожу с ума. Асықпын саған, ғашықпын саған, өзіңе ғана. Самая модная моя, орамал тут красивая, странная, гордая моя. По-чемпионски украду тебя.
Хабиба, Хабиба, еду в Лада Калина, Алина, Алина, поехали в Мальдива. Эй, мамбо, байландо, Пукет, Бали, Таиландо, Шипманго, Бананго, умеем Казахстанго. қандай дос бос қой қылмай ма? Таң атты ма, кешің батты ма, арнадым әнді, мен қымбатты ма. Тағы күнім батты ма, тағы таным атты ма, айтшы дайсың ба, или мен қымбатпын ба. Самая, модная моя, орамал, тут красивая.